Bağlarımға сәлем, кешірім сұраймын, көп видео салмай кеттім. Маған көбісі зат осындай шаштарды түрлерді қайдан аласың? Және киімдерді көбінесе бұл яғни алған менің арнамдан бәрі де көріп жатыр, яғни сұрап жатыр. Иә, мен әрине айтамын. Сіздер алдын ала лайк басып кетіңіздер. Осындай заттар бар, бізде бәрі де бар. Енді осының үстінен осындай жазатын кезде ең алдымен тілді айтып кетейін. Тіл ағылшыншасын жазасыңдар. Осылай фейк болады. Мұны жазып аласыздар. Сізге ыңғайлы мұны осылай жазасыздар. Содан соң міне осындай көптеген тілдер шығады. Неше астына дейін апарасыздар, неше балаларға, бөпелерге, немесе үлкен қыздарға сондай осындай бар, осындай өте көп нәрселер бар. Осы жерден сіздер барлығын ала аласыздар. Осындай қара адамдарға әппақ сап-сары осындай түрлер бар. Осындай да бар. Мысалға мен қазір өзіме осы түрді аламын деп ойлаймын. Астына дейін апарсаңыздар, мұнда да көптеген түрлер бар. Осындай әшекейлер де бар, мынандай ит, неше түрлі өте көп. Бетіңізді сәндегенге қазір Хэллоуин мерекесі, сол үшін осындай тағып кетейін. Ал енді шаштарды айтайын. Шаштар хайл деп жазылады. И өздеріңізге қандай шаштың түсі ұнайды, сол түсті жазып кетесіздер. Мысалға маған оранжевый ұнайды. Мен оранжевый деп жазамын. Осылай. Ал енді менде осындай көптеген оранжевый түсті шаштар шығады. Мен бұның бәрін көремін, и ұнағанын аламын. Маған қазір бұл жерде ұнап тұрған шаш мынау. Иә, осы ұнапты. Астына дейін апарсаңыздар өте көп шығады. Содан соң киімдер. Киімдерді мысалға көбінесе бөпелерге арнап көрсетейін. Мұнда бізде бөпелерге арналған киімдер өте көп. Және неше түрлі мамандық киімдері, тағы да басқалары. Мысалға бізде ең астына қарасаңыздар, мынаның бәрін сіздер ала аласыздар. Ойламаңыздар, ала алмаймын, мен бәрібір қалай аламын деп. Бұның бәрін киіп жүре аласыз. Мысалға мен осындай алдым бұтыма. И үстінде де алуға болады. Мысалға астына қарай апарайын. Бұл жерде де міне дәл осындай киімдер бар. Астына түсірсеңіздер өте көп. Мен мысалға бұл жерде міне пижама да бар осындай. Мынау мысалға балдарға арналған киім. Ал енді мен бұның үстінен мынаны таңдайтын сияқтымын. Міне өте әдемі. Маған ұнап тұр. Менде осындай образ. Ал енді сіздерге айта кетер жоқ. Осы тағы да басқа да заттар жазсаңыздар, мысалға натурал деп жазсаңыздар, неше түрлі шаштар шығады. Осының үстінен де ұнаған шашыңызды ала аласыз. Және түр шаш ала аласыз келеді. Если өзіңізге ұнаған шашыңызды таба алмасаңыз, осының үстінен таба аласыз. Міне содан соң мына заттарда міне осындай нелер бар айта кетер. Және сіздер осылай заттарды бояй аласыздар, өзгерте аласыздар. Және бала ал енді сау болыңыздар.